Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздермен бүгін ең жылдам әрі ең оңай жасалынатын кекстің рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші ыдысқа 3 жұмыртқамызды саламыз. Және де оны шайқаймыз. Белканың көмегімен, яғни шанышқының көмегімен шайқайтын боламыз. Сіздерде егер миксер, венчик болмаса, онда кәдімгі қарапайым белкамен көмегімен істей беріңіздер. Негізі бұл кекс ең оңай әрі ең жылдам дайындалатын кекстің бұл. Сондықтан мен белкамен істеймін. Және де қант салып тағы да шайқаймыз. Шайқадық. Енді бізге менде апельсинді шырын, егер қаласаңыздар, алманы немесе лимон шырын қосаңыздар болады. Дегенмен апельсин шырын қосаңыздар, өте дәмді әрі өте хош иіс болып шығады. Сондықтан апельсин шырын қосыңыздар. Апельсинді шырынымызды қостық. Енді араластырамыз. Жақсылап араластырайық. Біздің қамырымыз дайын. Біз енді кекс қалыптарына құятын боламыз. Мен пеште шамамен 20 минуттай пісіріп алдым. Өте керемет әрі дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қонақтар келгенде ең оңай жасалынатын кекстің бірі осы болып табылады. Сондықтан баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Және де менің инстаграм парақшама да тіркеп қоюды ұмытпаңыздар. Мен төменге описанияға қалдырып қоямын. Және де менің осы кекстің құрамындағы барлық ингредиенттер описанияда жазулы тұр. Сол жерде қарасаңыздар болады. Менің арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар, себебі көп деген рецепттер әлі де шығады. Көп рахмет.